Сәлем достар. Біздің Еркеназ бүгін бір балық тауып алдым дейді. Ол еще тілек орындайды дейді, я? Мен сенбеймін десем, соны қоймай отыр өзің. Мама, мен онымен сөйлестім. Сөйлестің? Иә. Ол 3 тілегіңді орындайды. 3 тілегіңді орындайды? Шынымен де ма? Сенеміз ба? Иә. Жарайды, алып келші көрейік. Мам, ғой міне балық мен тілегімді орындай деп атқан. Әдемісің, күшті балық екен, иә? Не ғой? Қандай тілек айтамыз өзі, қалай ойлайсың? Еркеназ, егер мені босатсаң, қалаған 3 тілегімді орындаймын. Жарайды, орындасам болды. Еркеназ, маған не айтсақ болады өзі? Білмеймін, даже бар ғой. Сеніңкіремей тұрмын. Еркеназ, давай бұған былай істейікші. Кешкі тамақ істеген жоқпын, осы кешкі тамақ істеп бере салшы, иә? Қалай ойлайсың? Жоқ. Не айтсақ болады тағы да? Білмей тұрмын, даже бар ғой. Орео? Не ма? Тапиока ма? Тапиоканың ореосы ма? Иә. Бір тілегіміз сол бола ма сонда? 3 тілегіміздің біреуі кетіп қала ма? Содан кейін ақша. Содан кейін ақша? Тоқта, онда бірінші тілегімізді орындайды ма екен сұрап көрейікші. Орындайсың ба өзі? Иә, әрине. Жарайды, онда орындайтын болсаң. Еркеназ, мынау реально ғой, а? Ё-моё! Мына ореоны менде ішкім келіп жүрген еді. Қандай екен да, сен алдын ішіп көргенсің ба? Жоқ, ішпеген вообще. Телевизордан көріп жүрген ғой, я, но я. Негізі ондайдан да өтеймін бар да, кәдімгі алып жүр. Еркеназ, ұқты, давай, ашы дәмін көрейікші. Күштісін-ай! Я тоже так хочу. Мен де алғым келіп жатыр. Жарамайды. Кәдімгі ашып көрші, давай. Қатты басшы кәдімгі, давай. Тесіліп кетті ма? Давай. Кішкене батырса анаусын трубочкасын. Күшті екен. Кәне мен де көрейінші дәмін. Зор екен. Күшті екен. Еркеназ, мына алтын балығыңшы маған ұнап қалды. Давай мен. Сен орео іштің, мен де орео ішкім келіп жатыр. Оның қасына қосып панкейк аламын. Давай, былай істейік. Алтын балық маған бір тапиока мен орео, мен де орео ішкім келіп жатыр. Қасына панкейк ішкім келіп жатыр. Жегім келіп жатыр. Соны маған алып кел. Ол біздің екінші тілегіміз болады. Еркеназ, қарашы. Маған да тура сондай сенің сияқты орео мен қасына еще панкейки. Мына инстаграмда мен көріп жүретін постоянно қатты тәтті деген бар ғой. Сен де жейсің ба? Тура сондай панкейк қой. Күшті болайын деп тұр ғой қазір. 2 қасық алып кел. Екеуміз жеп алайық, сосын асықпай 3-ші тілегімізді айтамыз. Достар, біздің видеомызға да Арунас келіп қосылып алды. Ойда жоқ жерден менің ореомды алып алды. Неғып мен 3 заказ бере салмадым, сондай білдей 2 тілегімізді орындатып, я, Еркеназ, я. Арука, қайдан кеп қалдың? Менің ореомды алып. Маған бермейсің ба енді? Жаным, іше бер, ас болсын. Жарайды, рахмет, жаным. Саған ұнады ма?
Күшті ме екен? Маған да ұнады. Саған да ұнады ма? Дәмді ме екен? Үй жаным. Осындай алтын балық күнде тауып келсеңдер, күнде күшті тілектерің орындалады екен ғой. Қыздар, ендіші ойланып отырмын да, үшінші тілекке не тілесек болады тағы да? Төмен ақша? Бірақ шынымен де бірақ ақшаң болса, қалаған затты ала бересің, иә? Мынадан еще қаншасын алатын едік қой. Или Арука, сен қандай тілегің бар сенің? Кухняны жинастырады. Кухняны жинастырады? Жаныма, сен өзің жинап жүрген бе едің? Өзім жинаймын ғой. Блин, мен негізінде бар ғой, былай істегім келеді жым. Сол алтын балыққа робот па бірдеңе заказ берсем деп едім, үйдің тірлігін істейтін. Сосын мамаларың жатып алып телевизор көріп жатады. Біз істейміз біз. Сендер сабақ оқисыңдар. Оқымаймыз. Тамақ істеп береді ол робот, үй жинайды. Иә, қызым? Қыздар, ондашы алтын балығымыз, онда үшінші тілегімізді айтайық, иә? Үшінші тілегіміз. Ақша деп айтамыз ба? Ақша шаш? Ақшаң қайда шашады? Төбесінен. Төбеден шаша ма? Ондай да болады екен, что-то онша сеніңкіремей тұрмынша. Давай онда қазір алтын балығымызды алып келейік та, сосын заказ берейік, иә? Үшінші тілегімізді айтқызайық та. Сомен жарайды, ас болсын қызым. Ондашы үшінші тілегімізді айтып, сосын алтын балықты босатып жіберейік, иә? Өйткені ол үш тілектен артық орындамаймын деп айтты ғой, иә? Достар, біз мына балығымызды жібергіміз келмей тұр, өйткені бізге өте қатты ұнап қалды. Тілек орындайтыны. Кішкентай кезімізде, білмеймін, мынандай телевизорден ертектерді көрген кезде сені қарайтын едік, бірақ реально бар екен сондай нәрсе, еркеміз, иә. Енді бізде амал жоқ, қазір балығымыз жібергіміз келіп тұрған жоқ. Сонда да үш тілегімді орындаймын деді, басқа тілек орындамаймын деді. Сол үшін біз енді үшінші тілегімізді айтуға шештік. Бізге енді қазір не керек? Ақша шашамыз. Ақша шашу керек, иә. Жарайды, балығымыз ана жерге қояқ та сені. Сонымен сен біздің тілегіміз орындағанда сонымен кете бер баратын жағыңа. Достар, біз үшінші тілегімізді айттық, күтіп отырмыз. Қазір балық орындаймын дейді. Көзімізді жұмамыз, қыздар. Ойбай! Мә, не деген алтын балық мына өзі? Күштісін-ай! Одан қара. Мен қолыма да ұстатып кетті ғой мынау деген. Алтын балығымыз вообще күшті екен ғой біздің. Блин, өкінішті, я қыздар, өкінішті балықтың кетіп қалғаны, я. Еркеназ, қаяқтан тауып алған ең өзі, несін тағы тауып алып келші бізге, я. Не істейсіңдер енді бұған? Кетіп қалды ғой балығымыз. Жоқ болып кетті өзінен өзі. Арука, сен ақшаларды не істейсің енді? Ойланып көресің ба? Копилкаға саласыңдар, я? Болден қалаған заттарында аласыңдар енді, бірақ алтын балық, келесі алтын балық түскенше. Достар, біз видеомызды аяқтаймыз. Лайк басып, коммент жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Всем пока! Пока!